ғұн державасы және халықтардың ұлы қоныс аударуы. Орталық Азиядағы алғашқы қуатты көшпелілер ол ғұндар, яғни ірі көшпелі империяны құрған жауынгер халық ретінде сипатталады. Олардың тарихы тек Еуразия кеңістігіндегі этникалық процестерге ғана емес, бүкіл Европа мен Азияның саяси картасына әсер еткен. Халықтардың ұлы қоныс аударуы атты тарихи құбылыс дәл осы ғұндардың қозғалысымен басталды. Орталық Азия ежелден көшпелі мал шаруашылығына бейімделген халықтардың отаны. Бұл өңірде біздің заманымызға дейінгі екінші мыңжылдықтың соңынан бастап Антронов, Кең, Сақ, Үйсен, Қаңлы сияқты тайпалар өмір сүрді. Алайда ғұндар алғашқы ірі саяси бірлестік құрған көшпелі халық ретінде ерекшеленді. Олар біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырда қазіргі Моңғолия, Алтай, Шығыс Қазақстан аумағында өмір сүріп, біртіндеп күшейе бастады. Ғұндардың өмір салты көшпелі мал шаруашылығы, әскери тәртіпке негізделген қоғам, темірді өңдеу және атқа міну мәдениеті кейінгі түркі және моңғол халықтарына негіз болды. Ғұн державасының құрылуы және саяси тарихына келсек, ғұн мемлекеті біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырдың соңында Тұман Шәнюдің тұсында қалыптасты. Алайда мемлекеттің шын мәнінде күшеюі оның ұлы Мөде Шәнюдің, яғни билік құрған жылдары біздің заманымызға дейін 209-174 жылдарды аралығын қамтиды. Осы тарихи тұлғамен тығыз байланысты. Ол көрші тайпаларды бағындырып Қытаймен соғысты. Мөде тұсында ғұндар Қытайдың солтүстік шекарасына қауіп төндіріп, ұлы Қытай қорғанының салынуына себеп болды. Деректемелерде ғұндардың Саян Алтай тайпаларына жасаған жорықтары туралы айтылады. Шежіреші біздің заманымызға дейін 201 жылы Суннюлердің солтүстікке және солтүстік батысқа қарай жорығын жалғастырып, Күню, Түсіше, Динлин, Текун және тағы басқа тайпаларды бағындырғандығын атап өтеді. Яғни бұлардың барлығы солтүстіктегі Енисей өзендерінің аңғарларын алып жатқан болады. Міне осы Енисей аңғарынан Ілеге дейінгі бүкіл аймақ Алтай тауы толығымен осы ғұн тайпаларының қолына көшті. Одан кейінгі 10 жылдықтарда ғұн тайпаларының күшеюіне олар батыста да әскери қимыл көрсетуімен байланысты. Біздің заманымызға дейінгі 177 жылы Мөде көршілеріне қарсы өз бетімен қимыл жасап деген осындай кінә таққан Қытай оларға қарсы жорық ұйымдастырады. Бірақ ол Қытайларды да оның батысындағы юечжилерді жеңіп шығады. Бірақ мына юечжилерді жеңгенмен оны түпкілікті аяқтаған бұл үрдісті оның мұрагері әрі баласы Лаошан тұсында жүзеге асты. Ғұндар туралы деректердің ішінде мысалы 36 мемлекет деп айтылады. Бұл Шығыс Түркістан аумағында орналасқан кінәздіктер, яғни жалпы алғанда батыстағы Каспий теңізі жағалауына дейінгі бүкіл жерлер айтылады. Тарихи жазбалардың, яғни Ши Цзи еңбегінің авторы Смасян юечжилердің толық талқандағаны туралы хабарды құп алып, бұл орайда біздің заманымызға дейінгі 177 жылы Қытайларға юечжилердің Сары өзенінің солтүстік ойпатынан батысырақта мекендеген бір бөлігінің ғана белгілі болғанын ескермеген. Қытай деректемелерінде юечжи деп аталған көшпелі тайпалар кейіннен батысқа қарай көшіп, грек Бактрияны талқандап, сол жақта жаңағы өздерінің Кушан мемлекетінің негізін қалаған болатын. Ғұн державасы бірнеше ғасыр бойы орталық Азияда үстемдік етті. Алайда ішкі қайшылықтар мен Қытайдың қысымынан кейін біздің заманымызға дейінгі 1 ғасырда ғұндар оңтүстік және солтүстік ғұндар болып екіге бөлінуге мәжбүр болады. Себебі оңтүстік ғұндар Қытайдың билігіне бағынып, солардың қол астына түссе, ал солтүстік ғұндар өздерінің тәуелсіздігін сақтап қалу үшін
сақтап қалу үшін Талас өзеніне, яғни Жетісудың батысына көшіп келеді. Міне бұл жерде орналасқан олар кейіннен қаңлылармен одақтаса отырып үйсіндерге қарсы бірнеше мәрте соғыс жүргізіп, бірақ нәтижесінде жетістікке жете алмағандықтан қаңлылармен арадағы қарым-қатынас суиды. Кейін үйсіндер мен қытайлардың тарапынан біріккен әскери жорық ұйымдастырылып, Талас өзенінің бойындағы ғұндар талқандағаннан кейін ғұндар орталық Қазақстан, одан батыс Қазақстан, одан анау шығыс Европаға шейін қоныс аудара бастайды. Бұл халықтардың ұлы қоныс аударуы деген атпен тарихтан белгілі. Енді осы кезеңдегі ғұн, қаңлы, үйсін қатынастары туралы бірер сөз айтып кетсек, біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырдың соңында ғұндар Қытайдың қысымынан кейін батысқа қарай жылжи бастайды. Осы кезеңде олар Сырдария бойындағы қаңлы мемлекетімен байланыс орнатады. Қытай деректерінде қаңлылардың ғұндармен одақтасып үйсіндерге қарсы әрекет еткені жазылған. Бұл одақтың мақсаты Жетісу өңіріндегі стратегиялық бақылауды күшейту болған. Ғұндар мен қаңлылардың әскери саяси одағы олардың ортақ мүдделерге негізделгенін көрсетеді. Қаңлы билеушілері ғұндардың әскери қуатын пайдаланып, өз ықпалын кеңейтуге тырысты. Сонымен қатар бұл одақ Жібек жолының батыс тармағын бақылауға мүмкіндік береді деп санады. Ал енді үйсіндер мен ғұндардың қарым-қатынасына келсек, Жетісу өңірінде орналасқан үйсіндер мен осы өңірге көшіп келген ғұндардың арасында үйсін билеушісі Нанлу ғұн шайніне бағынышты болғаны айтылады осы кезде. Алайда кейіннен үйсіндер Қытаймен одақтасып ғұндарға қарсы әрекет ете бастайды. Бұл кезеңде Қытай үйсіндерге ханшайым беріп, саяси неке арқылы достық одақ құрған. Ғұндар мен үйсіндер арасындағы қарым-қатынас күрделі болған. Бірде одақтас, бірде қарсылас ретінде әрекет еткен. Бұл қатынас Жетісу және Чан-Шан өңіріндегі билік үшін күрестің көрінісі болды. Міне кейіннен батысқа жорық жасаған кезде бұл жорықтың басында көбіне Аттила аталғанмен, бұл үрдіс, яғни халықтардың ұлы қоныс аударуы одан әлдеқайда ертерек басталған. Яғни біздің заманымызға дейінгі 1-ші ғасырдың басында Жетісу өңіріне, одан орталық батыс Қазақстанға қарай қоныс аударған ғұндар 4-ші ғасырларда, 5-ші ғасырларда Европаға шейін жетті. Міне солардың ішінде ерекше атап өтетініміз бұл Еділ патшаны іс-әрекеті және қызметі. Тарихта Аттила деген атпен қалған Еділ патша Римнің, яғни сол кездегі Шығыс Рим империясы Византияны да бағындырып, Римге жорық жасап, тарихта із қалдырған.